Саламатсыздар ма балалар? Сөз және оның құрамы тақырыбы аясындағы кезекті сабағымызды бастаймыз. Алдымен орны ауысқан әріптерден сөз құрап көрейік. Қандай сөз шығады екен? Иә балалар, жұрнақ және жалғау деген сөз шықты. Демек біз бүгінгі сабағымызда жұрнақ пен жалғауға арнаймыз. Осы жұрнақ пен жалғаудың қандай айырмашылықтары бар? Біз оларды қалай ажыратамыз? Вен диаграммасы арқылы жұрнақ пен жалғаудың айырмашылықтарын және ұқсастықтарын жазып көрейік. Жақсы балалар, ендеше берілген түбір сөздерге қосымша жалғап көрейік. Және де берілген сызба бойынша 3 сөз ойластыр. Оқулықпен жұмысқа кезек берейік. Ол үшін ең алдымен тәуелсіздік сөзі туралы білетінімізді топтастырып көрейік. Тәуелсіздік дегенді қалай түсінесіңдер? Ол бостандық, егемендік, еркіндік, демократиялы ел және де жарқын болашақ, татулық, бақытты ұрпақты білдіреді. Ендеше оқулықтағы 36-шы жаттығуға назар аударайық. Сөз жұмбақты шеш. Балалар, біз тәуелсіздік күнін қай күні тойлаймыз? Биыл еліміздің тәуелсіздік алғанына неше жыл болды? Ендеше 37-ші жаттығуға назар аударайық. Көркем жаз. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Түбір мен қосымшаны тиісті белгімен белгіле. Балалар, түбірлес сөздерді топта, яғни бір түбірден шыққан сөздер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы 110-ші беттегі 38-ші жаттығу. Сау болыңдар.